Армысыздар ағайын, менің атым Бурахан Дақанов. Бүгін 2022 жыл маусымның 18 жұлдызы. Ұлытау облысы Ұлытау тауының жанындағы Едіге таудың шарбасындағы Ер Едіге мен Тоқтамыс қағанның жатқан жеріне келіп тұрмын. Қазір сіздерге анықтап көрсетейін. Мына жерде анау Мәскеуде 3 рет барып шулатқан Алтын Орда және Көк Орданың ханы Тоқтамыс қаған жатыр. Сол жағымызда Алтын Орда әмірі бектердің бегі атанған Ер Едіге атамыз жатыр. Мына бір үлкен жаңағы тастан жасалған дөңбешіктің астында. Қазір сіздерге Едіге таудың шарбасына шығып көрсетейін. Ұлытауға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы хандардың жатқан жеріне келіп сәлем беріп кетіңіздер. Анау көз ұшында тұрған тау кешегі Әулие тау мен ұшына шыққан. Бұл соның арт жағында Ұлытау елді мекені. Анау көз ұшында жылтырап жатқан көлдің жаны Көкмайса демалыс кешені. Мен қазіргі уақытта сонда жатырмын. Ал аталарымыздың жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқау болсын. Сіздер де аман сау болыңыздар. Ұлытауға келсеңіздер, ата-бабаларымыздың жатқан жеріне міндетті түрде соғып кетіңіздер. Ал бар болыңыздар ағайын. Тәңір сіздерге жар болсын.